Бүгін ағайын қалдарыңыз қалай? Мынау жылда 23 февраль болған кездегі болатын әңгіме ғой, білесіздер өзі. Ойбай бір-бірін әлгі поздравить етіп шыға кеп, енді поздравить ете берсін, енді ол уақыттың несі ғой, оған шатағымыз жоқ. Бірақ жыным келетіні, ой, біз қазақтар ана армияны ұстадық, қойдық қой, жарайды. Қазір сол ұстаған жігіттер қайтасыңдар, елімізді неге ұстамаймыз, мен соған жыным келеді ше. Өзбектің қызының қолынан бір индус ұстап жүре ма, бір Әзербайжан, бір грузин ұстап тұра ма? Қытай. Өзбектің жерінде бір өзбек тілін білмейтін башқұрттың өкілі бар ма? Сен енді сол өзбектердің әскерде чума болған өзбектердің барды да екі әйелден, үш әйелден алып та әрқайсысында жоқ дегеніміз 18-24 баладан бар. Сен өзің некелеп алған балаңа 2-3 баладан бала таптырмай отырып бар ғой. Мен ұстағам, мен ұстайым до конца ұстамағаннан кейін керегіне 2 жыл етік киіп алып біреудің балаларын тепкілегеннен кейін еліңе келіп бір қатыннан асылмайтын чума болып қалсаң, керегіне сенің еркек болып ол кезде 2 жыл еркек болғанның керегіне. Қазір кәстрат болсаң, қазір сен уже рухани патентке айналсаң, керегіне сенің 2 жыл бір бөтен елде жүріп, бір какой-то бір дерсіз үшін ғана, қазақтар үшін тұрам. Қазақтар үшін қазір неге тұрмайсың? Маған десең дұрыс сендердікі. 20 февральдармен құтты болсын, енді оны совет үкіметінің адал әскері болсаң, қазақтың адалыны болуға кім бөгет жасап отыр саған қазір? Поздравить ете беріңдер бір-бірлеріңді маған десеңдер, 7 ноябрьмен де. Путиннің туған күнін құттықтап бір-бірлерінің беттерінен сүйіндір маған десеңдер. Елдің сол кездегі ойбай өзбектің оғлы мен керемет болдым. Сол керемет болғандар қазір еліңде неге керемет болмайсың? Азып барады қазақтың жері. Мемлекет болудан айырылып бара жатырмыз. Өзбектерің бізден асып бара жатыр. Ал ұрпақтың саны тұр мынау. Балаларыңмен орысша сөйлесіп отырып, кезінде орыс тұрғаман ұрғам, Әзербайжан тұрғам. Керегіне сенің кезінде кім тұрғанын? Сені қазір бәрі ұрып жатыр ғой басыңнан. Әркім өз жерінде хан болып отыр, өзбек өз жерінде өзбек болып отыр. Сен өз жерінде өзің құл болып отырсың, мал болып отырсың, рухынан айырылып. 23 февральдарыңмен онда. Қазір бір-біріне 23 ақпан деп жіберіп жатыр ғой, кеңес әскерінің күні андай мұндай деп. Енді тарихи санасы оянған ұлтшыл азамат қанша кеңес әскерінде қызмет етсе де, служит етсе де осындай нәрселерді кейбір мәз болады деп ойламаймын да. Ол үшін мереке емес та негізі. Енді фактімен айтайыншы, кеңес әскерінен ең көп геноцид көрген қазақ. Башқана басқыншы елдің әскерінің құрамында болды, амал жоқ е. Қазір енді бөлек елміз ғой біз. Басқа мемлекетпіз. Осындай нәрсені тойламай кішкене принципиальный болу керек қой адам деген ше. Бұл менің ұлтымның осылай жоюға әрекет еткен кеңес әскерінің тойы. Мен неге тойлауым керек, атасын әлет деп. Болашаққа қарап, осы тарихты балаларға айтып, осындай болған, осындай деп кішкене сөйтудің орнына мәз болып, ойбай, кеңестің жаңағы солдат анау, мынау деп. Түсінем, ол жастық шақтары, бірақ кішкене мемлекет, ұлттық мүдде деген биік болу керек қой ол жерде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ағаларыма ренжіп жатырмын. Жерден алып, жерде салып жатыр, шындықты бетін айтқаннан. Кеңес әскерінің құрған күнін тойлаудың орнына құрылған күнін тойлап жатыр да, өйткені ол өзі служит еткен екен. Ал ол кеңес әскерін қайта құрғысы келетіндерге майдай жағып жатыр. Өйткені менің ағаларыма табуреткіні басқа жарып, өзінен кішіні мұқатқан, ана орыс, украин басқаларымен арақ ішкен, алғаш орысша сөз естіген, оңға солға, налево, направо дегенді алғаш естіген, соған мәз болып, соны ностальгировать етіп тұр. Ол осы нәрсе оған ұлттық руханият, ұлттық мүдде, ұлттық идеология деген нәрсе ол үшін төмен жаңағы естеліктерге қарағанда. Солай болып тұр да, қазіргі жастар сендерге айтайын. Автомат ұстап үйренуді екінің бір үйреніп алады 1-2 айдың ішінде. Бірақ мен сендерге айтайын, бір топас болсаңдар қайттан ақылды болу қиын. Сондықтан ең бірінші еліміздің тарихын жақсы біліңдер. Кім дос, кім дұшпан, кім жау, кім қас. Соны анықтаңдар, біліп алыңдар, біліп жүріңдер. Ол жетет. Шынайы тарихты оқыңдар. Егер шынайы тарихи санасы қалыптасқан ел болса, ол елде атом бомбасы бар деп ойлаңдар. Сондай қару бар, мықты бекіген ел деп біліңдер. Анда-мұнда ана идеологияның көтінен, мына идеологияның көтінен кеттік па, болды, біз ел болмаймыз. Осынан көріңдер, менің соңғы 1-2 рилстарымды қараңдаршы.
қаншалықты дертіміздің асқынғанын. Ауғанда болған жігіттер болған дейді. Не дейді мынау? Біраз хейт болды. Осы видеоның алдында страшный хейт. Бұл жақсы емес. Бұл жақсы емес. Бұл біздің дертіміздің асқынғанын, қаншалықты құрып біткеніміздің бір белгісі да. Бір ұлттық сана жоқ, тарихи сана қалыптаспағанның белгісі да. Кеңес әскерінің жілігін чағып майын ішкен адамның сөзі бар. Сағдат Нұрмағанбетов деген. Білесіздер, қазақтың генералы. Ең алғаш қорғаныс министр Қазақстанның. Соның сөзі бар. Біз кеңес әскерінен, Ресей әскерінен арылуымыз керек. Барлық жағынан, идеологиялық жағынан. Бұлар болды, бізге қатысы жоқ, дос емес деген түсінесіздер ма? Сол кеңестің ең мықты генерал айтқан міне Сағдат Нұрмағанбетов. Сендерге не жоқ деймін да? Қалғандарына не жоқ деймін? Не қалды сол қаңсықта? 35 жыл егемен еліміз, 35 жыл болды. Кеңес әскерінің құрған күнін тойлау керек. Қазақ әскерінің құрылған күнін тойлау керек. Болды, қалған әңгімен қойыңдар. Ұлттық мүдде жоғары болса осылай істеңдер. Ал анамына менің жастық шағым, мен табуретке сындырған орыстармен ішкем, ауға Әзербайжаннан бүйткем. Болды ол онда. Сонда қала бер, жолың болсын онда. Мен сіздерге онаңмен айтып тұрған жоқпын. Кеңес әскеріндегі қазақ жігіттерінің мен ешқандай, менің әкем де служит еткен. Күмәнім жоқ батырлықтарында. Бірақ идеологиялық жағынан біз ұмтылуымыз керек. Біз басқа мақсат, ел болып, егемен ел болдық. Соны бекінуіміз үшін біз өзіміз ана кеңестен арылуымыз керек. Декоммунизация дейді. Ауғанда слушетін. Ауғанда не жетістік? Ауғанда бар келгеннен не рахат? Мен өзім Кабулда болғам. Сонда бір кітап оқығам ауғандардың. Сонда жазылған. Орысша кітап. Шуравилер кірген кезде дейді. Халық көтеріліске шықты дейді. Сол кезде 20 мың адамды қырып жіберген дейді. 20 мыңдай адамды қырып жіберген. Ал кеңес әскерін ұлықта. 39-да Польшаға басып кірді. Екінші дүниежүзілік сол 39-да басталды. Кеңес әскері басып Польшаға басып кірді. Польшада зорланбаған қыз қалмады. 38-дегі ана сенің зиялы аталарыңды бүйтіп сол кеңес әскерінің киімін киіп алып, бүйтіп апарып желкелеп маңдайынан атты, зорлады. 38 істемегені жоқ. Кеңес әскері құрылған, соған мақтанасыңдар ма? Былай ойлаңызшы, ақылмен, санамен. Өзіңіздің егоңызды қойып қойып ойлаңызшы. Сол қанды әскер 39, бергісін айтпай қойын. 86 кеңес әскерінің жасаған Европада істеген бассыздығына очерктарды оқыңдар. Өздерінің қолдарымен жазған. Өзіңіздің егоңызды тастап қойып ойланыңызшы. Соның құрылған күнін сіз тойлап жатсыздар. Армияда болған жігіттер дейді. Қазір автомат ұстауда емес мәселе. Автоматты ұстау үйреніп, бір айда үйренеді адам деген. Бірақ жаудың кім, достың кім, дұшпаның кім, қасың кім, оны ажырата білу үшін мынау керек, жүрек керек. Ол болмаса не қайыр біздің қауіпсіздігімізден, автомат ұстағандардан. Көрдік қой, талай автомат ұстап алғандар Сирияға кетіп қалды. Өйткені ми жоқ, топас. Көрдік қой, Вагнерға кетіп қалғандарды естіп жатырмыз. Әскерде жүргендер кезінде кеңес өзіміздің. Ал топас, міне, ал қауіпсіздік қайда? Мен Құдайға шүкір, мен ең бірінші мен идеологиялық тұрғыда мен қауіпсізбін. Өйткені мен кез келгеннің көтінен кетпеймін артынан. Мен білем, достың кім, дұшпаның кім, балама да үйрете алам. Мен ең бірінші соны білем. Достың кім екен, дұшпанның кім екен жақсы білем. Соны білу керек. Әйтпесе қару ұстай білгеннен не пайда? Сен досың мен дұшпаныңды ажырата алмайтын болсаң. Көрінген идеологияның көтінде жүресіңдер. Соның алдында соның қоқысын сыпырып жүресіңдер. Міне осыда әңгіме. Біз идеологиялық тұрғыдан арылуымыз керек олардан. Кеңес әскері. Менің әкем де служит еткен. Украинада. Мақтанып қойды ол кісі. Жүрдік армияда. Енді ол болды, құрды болды. Немен тойлайын дейді ол. Дұрыс, міне есі дұрыс адамның санасы.